Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Біз бүгін бал қосылған торт дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен өзіме қажетті 6 жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш, сары май, балды дайындап аламын. Жұмыртқа мен қантты әбден ағарғанша, көлемі 2 есе үлкейгенше миксерлейтін боламын. Достар, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаны миксерлеп болғаннан кейін, мен отқа төзімді ыдысымды қойып, оған мьетті құятын боламын. Достар, сіздер де осындай бал қосылған торт дайындаңыздар. Мьет ерігеннен кейін, оның үстіне сары майымызды саламыз. Сары май мен мьет ерігеннен кейін, оған пищевой сода ас қасық салатын боламыз. Пищевой соданы салғаннан кейін, біздің мьет пен сары май, пищевой сода үшеуі байланысқа түсіп, көпіршитін болады. Одан соң біз осы үш қоспаны әбден түсі қоңырқай тартқанша қайнататын боламыз. Баяу отта қайнатамыз. Енді барлығын араластырып, ұн сеуіп, барлығын араластырамыз. Одан соң 4 пішті ыдысқа пергамент қағазын төсеп, әрқайсысын 15 минуттан пісіріп аламыз. Осы екі ортада біз өзіміздің арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Яғни 35% сливкиді миксерлеп аламыз. Міне біздің корждарымыз пісе бастады. Барлығын жайлап қойып, бірінен соң бірін пісіріп алып суытатын боламыз. Міне біздің корждарымыз майысқыш, сынбайтын және өте жұмсақ болады. Біз жаңағы миксерлеп алған сливкиімізді бір ыдысқа құйып, оған қою қаймақ пен сгущенканы құямыз. Осылайша барлығын араластырып, біз крем дайындаймыз. Біздің креміміз қатты қою емес, осындай орташа болады. Мінекей достар, біз барлық корждарымызды пісіріп алдық. Енді оларды суытамыз. Және корждардың жиегін түзулеп қиып, оны блендермен езіп ұнтақтаймыз. Корждарымызды арасына кремін жағып, бір-біріне жабыстыратын боламыз. Корждарды міндетті түрде суытып алу қажет. Барлығын осылайша кезекпен кезек қойып орналастырамыз. Мінекей біз корждарымызды осылайша бірінен соң бірін қойып алдық. Енді жан-жағына крем жағып, бетіне крем жағып, оның үстіне ұнтақтарын себетін боламыз. Мінекей достар, біздің бал қосылған тортымыз өте жылдам, өте тез дайындалды. Және де біздің тортымыз өте жұмсақ болып шықты. Осындай медовикті сіздер де үйде
дайындаңыздар. Мінекей кесіп қараған кезде өте жұмсақ, өте дәмді, ауызға салғанда еритін болады.